الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, бүгін біз Аллах қаласа жауазимул мудари' осы келешек етістігін жазым қылдыратын әдәуат құралдармен танысамыз. Неге әдәуат дейді? Себебі бұлардың кейбірлері харф, кейбірлері исм, яғни зат есім. Сол себепті біз бұларды әдәуатул жазм деп атаймыз. Жазым қылдырушы құралдар. Кітаптан оқымас бұрын мен дайындаған парақтарым бойынша жылдам көз жүгіртейік, содан кейін иншалла кітапты асықпай оқып шығамыз. Жауазимул мудари' осы келешек етістіктерінің алдына келіп, ол етістіктің соңын жазм, яғни қата, кесуші, ол етістіктің соңын тұйықтаушы құралдар, әдәуаттар бізде екіге бөлінеді. Ма яжзиму фи'лан вахидан, бір ғана етістікті жазым қылдырушы харфтар, ма яжзиму фи'лайни, екі етістікті жазым қылдырушы харфтар болып, немесе әдәуаттар болып бөлінеді. Ма яжзиму фи'лайн өз ішінде хуруф, асма болып екіге бөлінеді. Кейбірлері харф болады, кейбірлері исм болады. Жалпы бұндай харфтардың саны 16. Кітапта 18 деп берген, өйткені ол кісі мына жерде екеуін қосқан, қазір оның бәрін түсіндірем, көресіздер өздеріңіз. Негізінен 16. Соның ішінде 4-еуі бір етістікті ғана жазым қылдырады, ал қалған 12-сі екі етістікті жазым қылдырады. Ол қалай жазым қылдырады, оның барлығын қазір иншалла түсінесіздер. Ләм, бірінші харф, ләм. Кітапта сонымен қатар әләм деп берген екен, бірақ негізінен бұл ләм кәдімгі, алдынан сұрақ қойылған әләм. Автор бұны жиі кездесу себепті осылайынан қоса салған болуы мүмкін, бірақ бұл негізінен екі харфтан құралып тұр. Сол себепті біз бұны бұған басаралықтар қоспайды. Куфалықтар да қоспайды негізінен, бірақ автордың өзі қосқан, әләм деп қосқан. Негізінен бұл екеуі жоқ. Ләммә, әләммә. Мынау екеуі, әләм мен әләммә, бұл екеуі негізінен жатпайды. Өйткені бұлар екі харфтен құралып тұр. Сұрағы бар. Ал былайынан келген кезде бұл кәдімгі мынау ләм деген әріп, мынау кәдімгі ләммә деген әріп. Ләм, ләммә, ләмул әмр, ла ан-нахия. Осы төртеуі. Осылай жаттап аласыздар. Жауазимул мудари' бір ғана етістікті жазым қылдыратын харфтар қайсы десе, ләм, ләммә, ләмул әмр, ла ан-нахия. Ләмул әмр деген сөз бұйрықты білдіруші ләм, ла ан-нахия дегеніміз тыюды білдіретін ла. Екі етістікті жазым қылдыратын әдәуаттар, құралдар олар екеу. Харф болуы мүмкін, зат есім болуы мүмкін. Харфтар екеу ақ. Ин, идмә. Мынау идмәда кішкене ихтилаф бар. Ғалымдар кішкене әртүрлі көзқарастар айтқан, бірақ көбісі бұны харфқа жатқызған, сол себепті біз бұны ихтилафсыз осылай жаттайсыздар. Ин, идмә, бұл екеу харф дейсіздер де, мыналардың барлығы зат есім дейсіздер. Бұның ішінде бізде хайсымада кішкентай ихтилаф бар, бірақ та ол нәрсені тоже жаңа айтқанда ихтилафқа қатты көңіл аудармай қойыңыздар. Асма, мән, мә, мәхмә, айнама, хайсыма, әнна, мәтә, айяна, кайфама, айю. Міне осы харфтар. Бұлардың бәріне біз қазір жеке-жеке тоқтаймыз. Неге жылдам оқып кетті деп таңғалып қалмаңыздар. Демек, жалпы осы келешек етістік жазым қылдырушы құралдар міне осылар ғана. Олар төртеуі бір етістікті ғана жазым қылдырады. Мынау екеуі харф, мыналар зат есімдер, ал бірақ та бұлардың барлығы екі етістікті, бір сөйлемнің ішінде екі етістікті жазым қылдырады. Осылайынан түсініп алыңыздар. Енді етістіктің жазым белгілеріне жылдам бір еске түсіріп жіберейік. Егер де етістіктің соңына еш нәрсе қосылмаған, жалаң, соңы сау етістік болатын болса, оның соңы жазым жағдайында сүкунге аяқталады. Егер де етістіктің соңына еш нәрсе қосылмаған, бірақ соңы әлсіз болса, әлсіз әрпі құлап қалады. Хасфул илля, әлсіз әрпі құлап қалады жазым жағдайында. Егер де етістік аф'алу хамса болса, онда соңындағы нун жазым жағдайында түсіп қалады дедік. Жар деген етістікте жоқ. Мыналардың бәрімен біз таныстық. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз осы жазым. Енді етістіктерді осындай жағдайға түсіретін қандай харфтар? Олар мыналар. Біріншісі ләм. Ләм осы баптың анасы. Ләм дегеніміз харфу нафин, болымсыздықты білдіреді. Уа жазмин, етістікті жазым қылдырады. Уа қалб, және етістіктің шағын қалб, аударады, өзгертеді. Қалб дегеніміз аудару ғой, аудару, өзгерту деген сияқты. Осы ләм харфу қалб деп атайтын себебі, қараңыздар. Ләм ядхаб. Негізі ләмді алып тастайтын болсаңыз, ядхабу. Кетіп бара жатыр, немесе кетеді деген сияқты. Дәл қазіргі шақты немесе келер шақты білдіріп тұрады ғой. Алдына ләмді қойған кезде кетпеді деп өткен шаққа өтіп кетеді. Осы келер шақтан өткен шаққа өтіп кетеді. Сол себепті бұны харфу қалб деп атайды. Ләм ядхаб. Өйткені етістіктің мағынасын не істеді? Өткен шаққа өткізді. Сол себепті ләмді харфу нафин, болымсыздықты білдіреді, кетпеді деп. Жазым дейді, өйткені соңын сүкунға айналдырды. Уа қалб, және осы келер шақтың мағынасын өткен шаққа өзгертті. Мәбни аля сүкун. Ләм ядхаб, кетпеді. Мынау етістігіміз фи'лун мудари' мәжзум биләм.
ва аламату жазмихи ас-сукун. Сукун жазым болуының белгісі. Не себепті? Өйткені ядхаб деген етістігіміз соңына ешнәрсе қосылмаған сау етістік, жалаң етістік. Лам яд'у. Лам яд'у. Тура мынау сияқты. Бірақ та соңында дамма тұр. Бұндайды ережелерді білмейтін адам көрген кезде, мынау қате екен ғой. Субханалла, мына жақта ләмнен кейін дамма қойыпты ғой, екі сукун болу керек деген сияқты сөз айтуы мүмкін. Бірақ та бұл жерде біз айтамыз, лам яд'у деген кезде соңында вау болған, сол вау түсіп қалған. Өйткені мынау яд'у деген етістігіміз біздің соңы әлсіз етістікке жатады. Әлсіз етістікке жатқандықтан соңындағы вау түсіп қалады да, сол ваудың түскендігін білдіріп тұратын даммасы қалады. Лам ад'у. Шақырмадым. Лам ад'у. Шақырмадым. Иә? Лам яктубу. Олар жазбады. Яктубуна еді, яктубуна. Аф'ал хамса еді. Лам келген кезде етістіктің соңындағы нонды құлатты. Иғраптаған кезде қалай айтамыз? Ад'у фи'лун мудари' маджзум билам ва аламату жазмихи хасфул илля. Нау яктубу фи'лун мудари' маджзум билам ва аламату жазмихи хадфун нун деп айтамыз. Енді бұл нәрсені біз уже үйрендік, иә? Ал ләмнің өзін иғрапта десе харфу нафин ва жазмин ва қалб болды. Қалб деген мағынасын сіздерге сұраса айтасыздар. Ол осы келер шақтың мағынасын өткен шаққа өзгертеді. Ләмнің мағынасы педі болады. Жазбады, ішпеді, бады, беді деген сияқты сондай мағына. Жазбады, ішпеді, оқымады деген сияқты өткен шақты білдіреді. Кесімді түрде. Ләммә тура осы сияқты, бірақ та әлі деген сөзді қосасыздар алдынан. Мысалы, бұлда да тура сол сияқты харфу нафин ва жазмин ва қалб екеуі бірдей. Бұлда да мәбни аля сукун. Барлық жағынан екеуі бір-біріне ұқсас, бірақ та мағынасы жағынан кішкентай ғана айырмашылығы бар. Ләм ядхаб кетпеді болса, ләммә ядхаб әлі кетпеді. То есть кеткен жоқ әлі. Кетпеді, бірақ кетуі мүмкін дегенді білдіріп тұрады. То есть ләммәдан кейін осы келер шақ етістігі келген кезде етістіктің болмағандығын білдіреді дәл қазір, бірақ та болып қалуы мүмкін деген сияқты мағына тұрады ол жерде. Ләм ядхаб кетпеді, ләммә ядхаб әлі кетпеді, бірақ кетуі мүмкін, кетпеуі де мүмкін деген сияқты сондай ихтияр қалады, иә? Ләммә ядхаб фи'лун мудари' маджзум би ләммә ва аламату жазмихи ас-сукун. لما يأتي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة. Сондағы әлсіздіктің құлауы. Ал жақта яғлап қалған деген біз айта аламыз. Неден білдік? Мынау кәсірден білдік, иә? Лама яктубу, олар әлі жазбады. Сол кезде яктубу фи'лун мудари' мажзум биламма ва аламату жазмихи хадфун нун. Бұл екі әрпіміз біздің бірінші өтетін. Өзінен кейін бір етістікті жазым қылдыратын үшінші харф бізде ламул амр ва дуа деп аталады. Ламул амр негізінен ламул амр деп аталады. Ва дуа деп қосады. То есть мағынасы егерде жоғарыдан төменге қарай нәрсе болатын болса, ол бұйрықты білдіріп тұрады. Ал егер төменнен жоғары қарай біз сұрайтын болсақ, ол дұға болады, иә? Біз бұны өткенбіз. Бұл бізде мәбни аль кәсір, иә? Мәбни аль кәсір, то есть ол былай келеді негізінен. Енді қараңыздар, пайғамбар саллаллаху алейхи хадис бар, иә? Кім-кім Аллаға және ақирет күніне иман келтірсе, фәлияқул хайран ау лиясмут дейді. Кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірсе, фәлияқул хайран, онда жақсы сөз сөйлесін, ау лиясмут, немесе үндемесін дейді. Негізінен ли былайынан кәсірмен келу керек. Бірақ та мынау ли алдына фә келсе, то есть фә келсе, немесе уа келсе, бұдан кейінгі мынау лидің үстіне сукун қойылады. Фәл деп сукун қойылады, немесе уәл деп сукун қойылады. Осы екі жағдайда сукун қойылады. Соны мен сіздерге мысал ретінде келтіріп кету үшін осы хадисті жаздым. Мына жақта негізі кәсіра болу керек еді, бірақ та мынау фәден кейін келу себепті сукун қойылды. Яқул фи'л мудари' мажзум биламил амр деп аталады. Фи'л мудари' яқул. Фи'л мудари' мажзум биламил амр. Яқул деген етістігіміз біздің яқулу негізі. Яқулу. Бірақ та енді сарфи ереже бойынша біз жазым жасаған кезде мынау вау түсіп қалатындығы, сонымен мынау лам, мынау қафқа бірден қосылады деген сияқты. Бұл сарфтың өзінің ережесі бар, біз оны сарфты өтеміз жалпы. Сол себепті мына жақта яқул болып қалғандығы бұл сөздің етістіктің жазым екендігін білдіріп тұрады. Яқул, фәл яқул, ол айтсын, хайран. Мынау ламул амр ол дегенге көбірек қолданылады. Ол айтсын, ол жазсын, ол оқысын деген сияқты. Мысалы біз сен деген кезде қалай айтамыз? Уктуб, ишраб, ижлис деп айтсақ, ол жасасын деген кезде лияктуб, лияджлис, лияшраб деп осы келер шақ етістігінің алдына лиді қосамыз. Міне осы арқылы. Осы сол себепті бұны ламул амр дейді. Бұны кейбір кітаптарда ламул амр лил ғайб деп атайды. Ламул амр лил ғайб. То есть үшінші жақтағы тұрған сөзге бұйрық райын білдіруші ләм деген сияқты айтады, иә?
Біз енді бұны ләмул әмір деп жаттай беріңіздер. Фәлияқул, ол айтсын хайран жақсылықты, ау лиясмут, немесе ол аузын жапсын деген сияқты. Осы жерде нау фи'л мудари' маджзум би ләмил әмр ва аламат жазмихи ас-сукун. Лиясмут фи'л мудари' маджзум би ләмил әмр ва аламат жазмихи ас-сукун. Ал мынаяқта ләмнің өзі мәбни алал кәсір. Мына жерде то самай мәбни алал кәсір деп айтамыз да, бірақ та мынау сукун не үшін келді деген кезде, ол сукун жаңағы фәден кейін ыңғайлылық үшін айтылды деп сөйтіп иғраптайсыздар. Енді оны жалпы олайынан айтып жатып түсіндіріп жату қиын болатын болса, жай ләм мәбни алал кәсір деп кете беріңіздер. Мәбни алал кәсір. Ла ан-нахия ва дуа. Ла ан-нахия ва дуа дегеніміз тыюшы ла. Бізде ләнің екі түрі болады. Ла нафия, нафия. Болымсыздықты білдіретін ла. Тыюшы емес ол. Просто болымсыздықты білдіреді. Болмады, ішпеді, жазбады деген сияқты. Сонымен қатар нахия деген бар. Нахия дегеніміз ол тыюшы. Біреуге бір нәрсе істеме деп бұйырған кезде айтылады. Мынау бұйрықты білдіріп тұрады. Істеме, жазба, оқыма деген сияқты. Нафия ол жай болымсыздықты білдіріп тұрады. Болған жоқ бір нәрсе, ішілген жоқ, жазылған жоқ деген сияқты. Осының бізде именно осы нахиясы. Ла ан-нахия. Бұйрықты білдіріп тұратын, тыюды білдіріп тұратын ла ан-нахия ва дуа. Бұл да мәбни аля сукун. Мысалы, ла таъкул. جيمي تأكل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. لا تجري فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف العلة. نيقتا يا ديген هالسيزر بسب قلغان بزي. لا تقربوا الزنا. زنا غجاقن دمانغدر يا. تقربوا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون. ربنا ربمز. لا تؤاخذنا إن نسينا. Biz егер ұмытып қалған болсақ, есімізде бір нәрсе шығып кеткен болса, لا تؤاخذنا бізді сол үшін жазалама, азаптама деген сияқты. تؤاخذ деген сөз, لا تؤاخذ деген сөз бізді жазалама деген сияқты. Сол кезде бізде تؤاخذ, تؤاخذ сукунмен мәжзум болып тұр, иә? تؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا الدعاء وعلامة جزمه السكون. Яқта енді біз сияққа қарап, то есть контекстке қарап, сіздер ла ан-нахия тыюшы ла немесе ла дуа деп айтасыздар. Енді егер сіздің сөзіңіз Аллаға бағытталып тұрған болса, біз Аллаға тыйым жасай алмаймыз. Сол себепті біз оны дұға деп айтамыз, иә? Осыны ескеріп қойыңыздар. Ал былайша айтқан кезде бұл ла бізде ла ан-нахия деп аталады, тыюшы ла. Демек, құрметті бауырлар, бізде етістікті, бір ғана етістікті жазым қылдыратын 4 харф, ол бізде міне осы 4-еуі: лам, ламма, ламул амр, бұйрықты білдіретін лам, және тыюшы ла, ла ан-нахия. Енді кітапта автор әләм және әләммәні қосқан. Бұл әләм мен әләммә кәдімгі осы ләм мен ләммә, бірақ та алдына сұрақ келген. Бұлайынан егер мысалы әләм, мысалы нашрах лака садрак деген сияқты, иә, немесе әләммә деген сияқты, осы әлифпен келген кезде, сұрақпен келген кезде екі түрлі мағына беруі мүмкін. Біріншісі тура мағынасында тұруы мүмкін. Тура. Сіз біреуден бір нәрсені сұраған кезде, мысалы әләм ухсин илейк, мен саған жақсылық жасамадым ба? Әләм ухсин илейк, мен саған жақсылық жасамадым ба деген кезде мағынасы сіз тікелей сұрауыңыз мүмкін. Кәдімгідей тура мағынасымен, мен саған жақсылық жасамадым ба деп кәдімгідей тура мағынасымен сұрауыңыз мүмкін. Кейде көп жағдайда бұл ауыспалы мағынамен келеді. Құранда келген кезде, басқа кездерде мысалы мен саған жақсылық жасамадым ба не деген сияқты қылып адамға бүйтіп жеку, кішкене тиісіңкіреу деген сияқты сондай мағынамен қолданылуы мүмкін. То есть бұл екі сұрақ әләм немесе әләммә екеуі де тура мағынасымен келуі мүмкін. Егер де сіз біреуден бір нәрсені сұрап тұрған болсаңыз, немесе ауыспалы мағынамен келуі мүмкін. Егер де сіз оны кішкене намысына тиейін деп бүйтіп сөйлеген кезде, мысалы Құранда да ондай көп кездеседі, және де Құрандағы көп кездескен жағдайда, мысалы Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи әләм нашрах лака садрак деген кезде, әләм нашрах, Алла Тағала біледі ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға өзіне істегенін біледі ғой. Алла Тағала пайғамбардан сұрап тұрған жоқ, ол жерде тура мағынасымен келуі мүмкін емес, өйткені Алла Тағала бәрін біледі. Сол себепті әләм нашрах лака садрак, біз сенің көкеңді ашпадық па дегендегі мағынасы, біз сенің көкеңді аштық деген сияқты. Былайша айтқан кезде Алла Тағала ол жердегі аятта мағынаны күшейтіп тұр, сұрақ арқылы, иә? Қазақ тілінде де мысалы кездеседі, иә? Мысалы сіз айтайық, балаңа мысалы айтайық бір ақша бересің, бар да мысалы бір нәрсе сатып ал дейсің, мысалы айтайық, қалам сатып алып кел өзіңе деген сияқты. Балаң алып мысалы сол ақшаны алып басқа нәрсеге жұмсап жіберіп, қайтып келіп үйге келіп, қалам жоқ, тағы басқа деп жылаған кезде сен, мен саған ақша бердім емес пе деп біз сұраймыз ғой, иә? Біз ол жерде тура мағынасын сұрап тұрған жоқпыз. Мен саған ақша бердім ба деген сияқты сұрап тұрған жоқпыз. Біз ол жерде оған кішкене нәпсісіне тию үшін, жанына тию үшін айтамыз, иә? Бердім ғой саған, маған не дейсің деген сияқты, сондай мағынамен. Тура сол сияқты бұл осындай ауыспалы мағынамен қолданылуы мүмкін. Енді мен сізге бұны кішкене
түсіндіріп көп созып жүрген сияқтымын, онсыз да түсінген шығарсыздар. Жалпы әләммә кейде тура мағынасында, кейде ауыспалы мағынасында қолданылуы мүмкін. Оны сіздер контексттен қарап ажырата бересіздер. Бұны жеке харф ретінде қараудың қажеті жоқ. Негізгі 4 харф ол міне осы. Енді екі етістікті жазым қылдыратын әдәуаттармен танысайық. Екі етістікті фи'лайн, екі етістікті жазым қылдыратын әдәуаттардың біріншісі ол харфтар. Ол екеу, ин және идмә. Екеуі де егер деп аударылады. Егер. Екеуі де егер. Ин харфу шартин мәбни аля сукун. Шартты білдіретін харф мәбни аля сукун. Мысалы, ин тузакир, егер де сабақтарында қайталасаң, міне бұл бірінші етістігіміз танжах. Мына жауабы болады. Яғни жетістікке жетесің немесе имтиханнан өтесің. Тузакир, танжах. Екі етістікті жазым қылдырып тұр. Ин тузакир, егер мынаны істесең, мынау болады деген сияқты. Бұл мұндай сөйлемдерде, мынандай иннен кейін және идмәден кейін екі сөз немесе екі сөйлем болады. Біріншісі фи'лу шарт деп аталады. Мынау фи'лу шарт деп аталады. Екіншісі жауабы шарт деп аталады. Фи'лу шарт, шарттың етістігі. Осы шарттың етістігі орындалған жағдайда жауабы, шарттың жауабы орындалады деген сөз. Оқу болса, мынау болады деген сияқты. Түсіндіңіздер ғой? Өткенде мен сіздерге орындар деген, махал деген сияқты нәрсені айтып едім ғой, помните? Орындар, махал деп. Автобуспен сіздерге сызып көрсеткен болатын, сызып автобуспен мынақты жаңағыдай жүкті әйелдердің отыратыны, мынау ардагерлер отыратын деген сияқты. Мынандай орындар болады деп, тура сол сияқты сіздер мынаны жаттап ин деген харф, бұл былайша айтқан кезде мынандай бір кішкентай паровозик деп алсаңыздар, осы иннен кейінгі тұратын жер сукунға аяқталу керек жер. Мынау сукунның жері деген сөз. Мына жердегі жер ол да сукунның жері деген сөз. Егер де мына жерге осындай жазым болып тұрған етістік емес, басқа бір сөйлемде тағы басқа келетін болса, олар осы жазымның орнында тұр деп иғрапталады. Олар мына жерде тұрған кезде жазымның орнында тұр деп иғрапталады. Сол нәрсені ескеріп кетейін. Осы жерге етістіктен бөлек өткен шақ етістігі немесе есімді сөйлем тағы басқа келіп жататын болса, оларды толығымен солай иғраптайсыздар да, содан кейін фи махалли жазм деп атайсыздар. Өйткені мына жер жазымның орны. Мына жерге келсе то же самое фи махалли жазм деп аударасыздар. Мысалы, ин тузакир наджахта десе, наджахта. Наджахта деп иғраптайтын болсаңыз, то есть наджахта деп айтатын болсаңыз, қараңыздар. Ин тузакир сукунмен келіп тұр. Наджахта. Тузакир дұрыс тұр, ин тузакир фи'л мудари' маджзум би ин ва аламату жазмихи ас-сукун деген сияқты, фи'лу шарт. Одан кейін наджахта дегенде иғраптайсыздар. Наджаха фи'лун мади мабни аля ас-сукун ва та фа'ил. Бұл екеуі маджзум болып тұрған жоқ қой. Маджзум деген сөзді естіген жоқсыздар, сол себепті айтасыздар. Бұл жумла фи'лия фи махалли жазм деп айтасыздар. Фи махалли жазм. Өйткені мынадан кейінгі екінші орын жазымның орны мына. Мынауыңыз сіздің қазір мына жерде келіп тұр. Сол үшін сіз айтасыздар. Наджахтаны иғраптайсыздар, яғни фи'л мен фа'ил тапқаннан кейін жумла фи'лия етістікті сөйлеміміз фи махалли жазм, жазымның орнында келіп тұр деп иғраптайсыздар. Түсіндіңіздер ғой? Міне осындай сияқты мысалдарды мен сіздерге болашақта әлде көресіздер көп. Сол кезде соны біліп алыңыздар. Мынау ин деген паровоздың басы, одан кейінгі орында жазымды бір сөз тұру керек, одан кейінгі орында да тағы да жазымды сөз тұру керек. Егер де мына жерде өткен шақ етістігі немесе есімді сөйлем тағы басқа бір нәрсе келсе, фи махалли жазм деп иғраптайсыздар. Осыны естеріңізге сақтап қойыңыздар. Ин тура сол сияқты идма, бұлда да егер дегенді білдіреді. Бұлда да харфу шарт мабни аля сукун. Мысалы, идма татааллам, егер білім алсаң, үйренсең, татақаддам, дамисың дейді. Егер үйренсең, білім алсаң, дамисың. Татааллам фи'л мудари' маджзум би идма ва аламату жазмихи ас-сукун. Фи'лу шарт. Татақаддам фи'л мудари' маджзум би изма ва аламату жазмихи ас-сукун. Жауабы шарт. Мына жерде то же самое. Бұл харфтар. Енді екі етістікті жазым қылдыратын зат есімдерге келетін болсақ, олар бізде мыналар. Біріншісі мән, кімде кім деп аударылады, көп жағдайда кімде кім немесе просто кім деген сияқты. Бірақ та ол сұрақ мағынасымен келіп тұрған жоқ, шарт мағынасымен. Бір қандай да бір шарт қою мағынасында келіп тұр. Бұл лил ақил, ақылы бар адамдарға қатысты қолданылады. Мабни аля сукун. Мысалы, мән ябхат, кімде кім іздесе, яджид, табады. Мән ябхат, яджид, кімде кім іздесе, табады. Ябхат فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. يجد فعل مضارع مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. جواب الشرط. Кімде кім? Мә дегеніміз, мәхмә дегеніміз бұл лиғойрил ақил, ақылсызға қатысты қолданылады, наның қарама қарсысы. Наны біз кімде кім немесе кім деп нетсек, наны не нәрсе деген сияқты қылып, сондай мағынамен қолданамыз. Бірақ та бұл сұрақ емес, бұл шарт.
не ексең соны орасың деген сияқты сондай мағынамен келеді. Мысалы, мә тухассил фи сигар, жас кезіңде не алсаң, янфаъка фил кибар, үлкен кезде саған сол янфа пайдасын береді. Жас кезіңде не алсаң, үлкейген кезде пайдасын береді дейді. Осы жерде тухассил фи'лун мудари' majzum бима الشرط وعلامة جزمه السكون. فعل الشرط ينفعك فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه السكون جواب الشرط. Осы тақырыпты білу арқылы біз мына сөйлемнің мағынасының қай жерде аяқталып тұрғандығын және қалай аудару керектігін біле аламыз, иә? Мен бұл нәрсені сіздерге айтып жатқан себебім, болашақта иншалла Алла қаласа енді бір-екі жерде көрсетемін сіздерге. Кейбір хадистерді, аяттарды аударған кезде осы нәрсені білмегендіктен кейбір аудармалар дұрыс емес шығып жатады. Сол нәрсені мен сіздерге ескерту үшін айтып жатырмын. То, что осындай ережелерді, мынандай жазмның ережелерін, насыптың ережелерін білу арқылы біз сөйлемдердің мағыналарын шығара аламыз. Мынау бірінші сөйлеміміз біздің мына жерден ғана аяқталып тұр. Жас кезіңде не алсаң, үлкен кезде, үлкейген кезде не дейді? Пайдасын саған сол береді дейді. Тура сол сияқты мәхмә, олда да мынау мә сияқты аударылады. Мәхмә тубтин, не жасырсаң да, тузхирхул айям, күндер, яғни келер күндер оны шығарады. Тузхир деген сөз шығарады. Не ішіңде жасырсаң да, келер күндер оны шығарады дейді. Сонда тубтин фи'лун мудари' majzum би мәхмә ва аламату жазмихи ас-сукун. Фи'лу шарт тузхирху фи'лун мудари' majzum би мәхмә ва аламату жазмихи ас-сукун жауабу шарт болады. Мынау сукун тұрған, иә? Төртінші, бесінші, алтыншы есімдер ол бізде айнама, хайсума, анна. Бұл үшеуі де бізде лил мәкан, мекенге қатысты қолданылады. Қай жерде деген сияқты нетесіздер, аударасыздар. Мысалы, айнама ядхаб зумал, мал иесі немесе бай адам қайда барса да ядхаб. Ялқа рафиқан, жолдас кездестіреді, жолдас табады деген сияқты, иә? Осы жерде ядхаб фи'лун мудари' majzum би айнама ва аламату жазмихи ас-сукун. فعل الشرط يلقى فعل مضارع مجزوم بأينما وعلامة جزمه حذف العلة. نقطة ألف بار соқлап қалған. يلقى. نو فتحة соның белгісі. Тура сол сияқты. حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا. Қай жерде дұрыс жүрсең, Алла Тағала саған не дейді? Нәжах деген сөз табысты тағдырыңа жазып береді дейді. Қай жерде дұрыс жүрсең, Алла Тағала саған табысты тағдырыңа жазып береді. Сол жерде бізде тастақим. Хайсума арқылы мәжзум болып тұр, юқаддир хайсума арқылы олда да мәжзум болып тұр. Тастақим фи'лун мудари' мәжзум би хайсума ва аламату жазмихи сукун. Юқаддир фи'лун мудари' мәжзум би хайсума ва аламату жазмихи сукун. Жауабу шарт болды. Тура сол сияқты анна қайда? Анна татаваджах, қайда бет алсаң да тусадиф ризқак, ризығыңды алдыңнан кездестіресің. Тусадиф деген кездестіресің. Қайда бет алсаң да ризығыңды кездестіресің дейді. Сонда тусадиф бұл жауап тұр. Татаваджах фи'лу шарт, тусадиф жауабу шарт. Бұл үшеуде де бізде қай жерде болса да деген сияқты сонда аударылады, иә? Келесі харфтар бізде мата, айяна. Бұл екеуі уақытқа қатысты. Лиззаман мабни аля сукун, мынау. Немесе аль-фатх, мынау. Айяна. Мабни аля сукун деп мынаны немесе мабни аля фатх деп айтамыз. Мысалы, мата яслух қалбук, қашан жүрегің дұрысталса, таслух жаварихук, ағзаларында басқа мүшелерінде дұрысталады дейді. Жүрегің, қашан жүрегің дұрысталса, басқа ағзаларында дұрысталады деген сөз мағынасы. Сонда яслух фи'лу мудари' majzum би мата ва аламату жазмихи сукун. Фи'лу шарт таслух фи'лу мудари' majzum би мата ва аламату жазмихи сукун. Жауабы шарт болады. Мына екеуі бір-бірінің жауабымен етістігі. Айяна талқани укримка, қашан мені кездестірсең, укримка, саған жомарттық жасаймын, жақсылық жасаймын, иә? Талқа, талқа, негізі бұл былай болып тұр, иә? Талқа, талқа, ни деген мені, талқа, ни. Сонда талқа фи'лун мудари' majzum би айяна ва аламату жазмихи хазфул илля. Мына жақта алиф құлап қалған, оның дәлелі бізде мынау фатха, иә? Одан кейін укрим, укримка, саған жомарттық көрсетемін. Сонда фи'л мудари' majzum би айяна ва аламату жазмихи ас-сукун. Кайфама халды білдіреді. Қалай деп қолданылады аударылған кезде. Қалай, яғни сұрақ мағынасында емес, шарт мағынасында. Кайфама такун якун қаринука. Өзің қалай болсаң, досың, қарин өз қасында бірге жүретін досың солай болады дейді. Кайфаманың бір ерекшелігі бұл көбінесе осы такун якун деген сияқты кәна деген естікпен жүреді. Кайфама такун якун қаринука деген сияқты. Өзің қалай болсаң,
досың солай болады деген сияқты. تكن فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون يكون فعل مضارع مجزوم بكيفما وعلامة جزمه السكون. Одан кейін أيو байқаған болсаңыздар бұған дейінгінің барлығы мәбни болса أيو жалғыз өзі му'раб. Өткендегі зат есімдердің ішінде мәбни болатын сөздер деген тақырып өткен кезде біз шарттың барлығы асмау шарт, яғни шартты білдіруші зат есімдердің барлығы мәбни болады, кроме أيو деп өткен болатынбыз. Сол себептен أيو бізде му'раб. Ол деген сөз ол айюн, айян, аййин болып өзгеру мүмкін деген сөз. Және де бұл айю жоғарыдағы жаңағы біз өткен кайфа, мата деген сияқты барлығы бірдей қолданыла береді. Қай сөзбен қалай қолдансаңыз, соның мағынасын алып кете береді. Мысалы, айю инсанин. Яғни кім деген мағынамен келіп тұр? Қандай адам ежтахид, қандай адам егер ыжтахаттылық жасаса, яхтарим худнас. Адамдар оны құрметтейді дейді. Сонда ежтахид айюдың себебінен мәжзум болып тұр. Айю инсанин ежтахид, қандай адам иштихад жасаса, яхтарим ху аннас, адамдар оны құрметтейді дегенде яхтарим фи'лун мудари' мәжзум би айю ва алама жазмихи ас-сукун болып тұр. Ежтахид бұл фи'лу шарт, яхтарим жауабы шарт. То есть мынау істелсе, мынау болады дейді. Адам иштихадлық танытса, адамдар оны құрметтейді. Немесе бұл айюға мысал. Енді айя китабин тақра, қай кітапты оқысаң да тастафит минху, одан пайда аласың. Мынау өзі жеке аударған кезде бұл қай деп аударылады, қай. Бірақ жаңа айтқандай өзінен кейінгі контекстке қарай ол мағынасы ақылдыны білдіріп тұруы мүмкін, ақылсызды білдіріп тұруы мүмкін, уақытты білдіруі мүмкін, заманды білдіруі мүмкін, сөйтіп ол өзгеріп кете береді. Айя китабин тақра, қай кітапты оқысаң да тастафит минху, одан пайда аласың. Тақра фи'лу шарт, тастафит жауабы шарт. Или айи маканин таттажих, қай жаққа бет алсаң да таджид садиқан, дос кездестіресің. Таджид. Нақты таттажих. Мынаның фи'лі, таджид мынаның жауабы болып тұр, я. Міне құрметті бауырлар, бүгінгі біздің тақырыбымыз осы. Жауазимул мудари'. Енді автордың жазған мәтінін оқиық, содан кейін соны кішкене талдайық. Қала Ибн Аджуррум рахимахулла айтты: "Вал жауазиму 18". Жазым қылдырушы, етістікті жазым қылдырушы құралдар 18 деп айтты. 18 деп айтты. Бірақ біз 16 деп айттық. Өйткені біз аламмамен аламды алып тастадық. Вахия ол 18-і. Лам ва ламма ва алам ва аламма. Біз бұл екеуін шығарып тастадық. Өйткені бұлар кәдімгі мынау. Ва ламул амри ва дуа ва ла фин нахи ва дуа. Бұл төртеуі бір етістікті жазым қылдыратын харфтар. Одан кейін ва ин бұл харф. Содан кейін мына жақта бізде идма болу керек. Міне идма бұл екеуі харф, қалғанның барлығы есімдер. وما ومهما وإذما وأي ومتى وأين وأيان وأن وحيثما وكيفما وإذا. إذا дегенде біз өткен жоқ, біз өткені إذا في الشعر خاصة дейді. في الشعر خاصة деген сөз өлеңде ғана дейді. То есть бұл бірлі жарымды бір екі өлеңде ғана кездескені бар. Сол себепті бұл кісі жазып кеткен, бірақ бұл إذا негізінен бұған жатпайды. Сол себепті бұны алып тастасаңыз да болады. إذا في الشعر خاصة. إذا тек қана өлеңдерде, арабша өлеңдерде ғана кездестіріледі. Ал қалған 16-ның барлығы кәдімгідей қолданыста, аятта, хадисте, тағы келе береді. Уақулу, Мұхаммад Мухиддин айтады. Әл-адавату, көрдіңіз ғой, адават, то есть харфтар деген жоқ, исімдер деген жоқ, адават деді, құралдар. Әлләти тәжзимул фи'л ал-мудари'a, осы келер шағетістігін жазым қылдыратын құралдар. 18 жазиман, жазым қылдырушы 18 құрал. وهذه الأدوات تنقسم إلى قسمين. бұл құралдар екіге бөлінеді. القسم الأول бірінші бөлімі يجزم فعلا واحدا, бір етістікті жазым қылдыратындар бар. والقسم الثاني екіншісі يجزم فعلين, екі етістікті жазым қылдырады. أما القسم الأول бірінші бөлімге келер болсақ, فستة أحرف, ол 6 әріп. Негізінен 4-еу, біз бағана өткен. وهي لم ولما وألم وألم ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وكلها حروف بإجماع النحاة. Наху ғалымдарының ижма, барлығы бір ауыздан келіскен келісім бойынша, бұлар куллуха бәрі де хуруф, харфтар. 4-еудің бәрі де, немесе 6-еудің бәрі де харф. Әмма ләмға келер болсақ, фа харфу нафин ва жазмин ва қалб. Түсіндірдік, оны. Наху қаулихи та'ала, Алла Таала Құранда былай деген, ләм якуниллазина кафару. Ләм якун дегеніміз негізі якун боп сукунмен кеп тұр, негізі. Якун боп сукунмен кеп тұр.
Бірақ та алдына әлләдина деген кезде сукунмен қосылып, екеуі екі сукун кездескен кезде арабтарда ереже бар. Екі сукун кездескен кезде алдыңғы сукун ыңғайына қарай кәсраға немесе даммаға немесе фатхаға өзгеруі мүмкін. Сол себепті якуни деп кәсра болып кеткен. Негізінен бұл якун. Лам якун ау фи'лун мудари' majzum билам ва аламату жазмихи ас-сукун. Ва хуррика лилтиқаи сакинайн болды. Екі сукунның кездесуі себепті харакат қабылдап кетті. Ва қаулу субхана Құл ләм ту'мину. Ту'мину дегеніңіз негізінен нун бар наяқта. Ту'минуна еді. Бірақ та ләм келу арқылы мынау нун құлап қалды. Ту'мину фи'лун мудари' majzum билам ва аламат жазмихи хадфун нун. Ләмма харфу мислу ләм фи нафи вал жазми вал қалб. Тура сол сияқты. Бірақ та наху қаулихи та'ала ләмма ядуқу азаб. Олар азапты әлі шеккен жоқ. Азаптың дәмін әлі татқан жоқ, иә? يذوق فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون. То есть ләм мен ләмманың айырмашылығы біз айттық, мынау кесімді түрде болмағандықты білдірсе, мынау әлі істелмегендікті білдіреді, бірақ та істелуі мүмкін. Wa amma alam فهو لم زيدت عليه حمزة التقدير نحو قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك. حمزة التقدير деген сөз, мына айтып отқан автордың бұл сұрақ қойылған кезде сұрақ мағынасында сұрақ емес, нақтылауды білдіреді. Тақдир деген сөз нақтылау, күшейтуді білдіріп тұрады. Мысалы қараңыздар, әлем нашрах лака садрак. Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сұрап отқан кезде, біз сенің көкеңді ашпадық па? Тақдир деген сөз нақтылау. Біз сенің көкеңді аштық деген сияқты. Нашрах лака садрак. Мынау бір-бірін жойып жібереді да бұл екеуі. Сонымен сөйлемнің мына жері ғана қалады. То есть мағынасында. Шарахна лака садрак. Біз сенің неңді, көкеңді аштық. Шарахна лака садрак деген сияқты. Жалпы осы әлем немесе әлемма егер де келсе, олар тақдирді білдіріп тұрады. Күшейту, мағынаны нақтылауды білдіріп тұрады. Сол себепті аударған кезде, сол жаңағы әлемді жойып жібересіз бір-бірімен. Әл мен ләм бір-бірін жойып жібереді, мағынасы шарахна лака садрак. Біз сенің көкеңді аштық деген сияқты мағына түсіндіріледі. Бірақ аударған кезде кәдімгідей аударасыздар, яғни көкеңді ашпадық па деген сияқты. Әмма әлеммаға келер болсақ, фахуа ләмма зидат алейхил хамза. Алдына хамза келген кәдімгі ләмма дейді. Мысалы, әлемма ухсин илейк. Мен саған әлі жақсылық жасамадым ба деген сияқты. Бұл жерде де мағынасын мен саған жақсылық жасадым деп адамға ескерту мағынасында қолдану мүмкін, немесе тура мағынасында қолдану мүмкін. Егер де сіз бір адамға мен саған жақсылық жасамадым болса деген сияқты просто сұраған болсаңыз, иә, тура мағынасында. Әмма ләмға келер болсақ, фақат закарал муаллифу аннаха такуну лил амри ва дуа. Авторының бұйрық райына немесе дуа мағынасымен келуі мүмкін деп айтты дейді. وكل من الأمر والدعاء إكيودا دعاء بوسن أمر بوسن يقصد به طلب حصول الفعل طلبا جازما. Bir естіктің кесінді түрде орындалуын талап етуді білдіреді дейді. Бір етістіктің қандай да бір әрекеттің кесінді түрде талабан жазиман деген сөз кесінді түрде орындалуын талап етуді білдіреді дейді. Wal farqu baynahuma, енді осы ламул амр мен ламул дуаның ортасындағы айырмашылығы аннал амра якуну минал а'ла лил адна. Жоғарыдан төменге қарай болады. Кама фил хадис, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи хадисін айтқан, фальяқул хайран ау лиясмут деген кезде, аяқтағы ләміміз біздің етістікті мәжзум қылдырып тұр. Өйткені бұл ләмул әмір. Және бұл ләмул әмір деп аталады. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи адамдарға бізге бұйырып тұр, иә? Ол кісі бізден жоғары, сол себепті бұл ләмул әмір болады. Ау лиясмут. Бұны біз жаңа талдадық. وأما الدعاء فيكون من الأدنى للأعلى. دعاء болса ол төменнен жоғары қарай болады. Мысалы, наху қаулихи та'ала лияқди алейна раббук. Тозақтағылар, яғни періштеден, жаңағы тозақтың сақшысы болатын періштеден жаңағы қатты қиналғандықтан Алла Тағала бізді өлтіре салсыншы деген сияқты қылып сөйтіп дұға тілейді екен, иә? Лияқди алейна раббук. Раббың бізді өлтіре салсыншы деген сияқты. Осы жерде яқди фи'лун мудари' majzum билам ад-дуа ва аламату жазмихи хасбул илля. Сонда яба соғылып қалған, оның дәлелі мынау тұрған кәсра. Лияқди. Осыған орай мен мынандай нәрсені сіздерге ескертіп кеткім келіп отыр. Кейбір жерлерде салли алин наби деп жазған кезде, салли, Алла пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салават айт деген кезде былай жазып қояды. Салли деп. Мынау қате. Дұрысы салли болады. Салли алин наби. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салават айт деген кезде мынандай болады. Мынау кәсір емес, мынау яның құлап қалғандығын білдіріп тұрады, дәлелі. Салли. Ары қарай кеттік. Wa amma la faqad zakara al-muallif annaha ta'ti lin-nahi wa du'a. Ла, автор айтуы бойынша ол тыюға немесе дұғаға мағынасымен келуі мүмкін дейді. Дұға немесе тыю мағынасымен келуі мүмкін дейді. Ва куллу минхума юқсаду бихи талабул каффи анил фи'ли ва таркихи. Қандай да бір іс-әрекетті тастау, қандай да бір іс-әрекетті доғаруды талап етуді білдіріп тұрады.
والفرق بينهما يعني جنغ لا النهي من دعاء غير المشرقة أن النهي يكون من الأعلى للأدنى تيو деген мағынасы жоғарыдан төмен қарай болады. Мысалы, لا تخف қорықпа, لا تخف, لا تقولوا راعنا, Құрандағы راعنا деп айтпаңдар, لا تغلوا في دينكم, діндеріңде шектен шықпаңдар деген сияқты. Осының барлығында бізде бұйрық, لا النهي болып тұр. Мынау жақта مجزوم بالسكون, мына жақта مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. أما الدعاء دعاء الرزق فيكون من الأدنى للأعلى تمنين جوار غريب مثلا ربنا لا تؤاخذنا جناب زبن طالدة وقول جل شأنه الله تعالى من القرآن آياته لا تحمل علينا إصرا لا تحمل علينا إصرا. أما القسم الثاني يكنش بولم يجيلر بوسق وهو ما يجزم في علينا يكيد تجازم قدراتن أدوات ترغيلسك ويسمى أولها فعل الشرط يكيد تكتم برنس فعل الشرط بطلت وثانيهما يكنس جواب الشرط وجزاءه شرط جوابه يعني جزاء سجابة فهو على 4 أنواع олар 4 түрлі дейді. Біз екіге бөлдік, бұл кісі 4-ке бөледі. Қазір түсінесіздер. النوع الأول حرف باتفاق. ғалымдардың барлығы харф екендігіне бірауыздан келіскен. Бірінші бөлім. النوع الثاني اسم باتفاق. ғалымдардың барлығы зат есім деп бекіткен сөздер. والنوع الثالث үшіншісі حرف على الأصح. Харф дегенге көбірек басым ғұламалар сөйтіп айтқан дейді. والنوع الرابع اسم على الأصح. Төртіншісі ғалымдардың көбісінің айтуынша ол зат есім дейді. Міне осылайынан 4-ке бөлген. Бірақ енді біз мынау алал асахтарда тиісінше харф алал асахта харфқа қосып жібердік, исм алал асахта исмға қосып жібердік. Сөйтіп біз оны 2-ге бөлдік. Ал негізінен бұл кісі автор бұл жерде 4-ке бөлген. أما النوع الأول فهو إن وحده. Ол ин ғана дейді. Бірінші түрі, яғни харф, ол ин ғана дейді. Мысалы, ин тузакир танжах. Егерде имтиханды, егерде сабақтарында оқысаң, танжах, имтиханнан өтесің. فإن حرف شرط جازم باتفاق النحاة. نحو ғалымдарының барлығының бір ауыздан иттифақ келісуі бойынша ин حرف شرط جازم. Шартты білдіруші, етістікті жазым қылдырушы харф. يجزم فعلين. екі етістікті жазым қылдырады. الأول فعل الشرط. екі етістіктің біріншісі فعل الشرط деп аталады. والثاني جوابه وجزاؤه. екіншісі جوابه немесе جزاؤه деп аталады дейді. Мысалы, وتذاكر فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون. نجدكس يا وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. biz bunu ötemiz kelесі сабақта. تذاكر сен деген кезде фаилі ішінде жасырын жатыр дейді. أنت деген сен сабағыңды қайталасаң وتنجح فعل مضارع جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت дейді. Бұның ішінде де сен деген фаилі жасырын жатыр. Жалпы иғраб жасаған кезде етістікті иғраптаған кезде бұның фаилі кім етістікті атқарып жатыр, ол айтылу керек. Ол көрініп тұрса айтылады, көрінбей тұрса осылайдан мустатир, дамир мустатир деген сияқты жасырын тұр деп сөйтіп айтылады. Оны біз келесі сабақта өтеміз, фаилді өткен кезде өтеміз иншалла. أما النوع الثاني екінші түріне келер болсақ, жаңағы адабаттардың وهو المتفق على أنه اسم зат есім екендігіне ғалымдардың бәрі бір ауыздан келіскен екінші бөлімге келер болсақ, فتسعة أسماء ол 9 сөз, 9 зат есім. وهي من ما أي متى أيان أين أن حيثما كيفما. Біз бұлардың барлығын жаңа талдадық. مثال من мәнға мысал келтірсек, бұл ақылдыларға қатысты қолданылады. من يكرم جاره кімде-кім көршісіне жомарттық жасаса, жақсылық жасаса, ізгілік жасаса, يحمد мадақталады. Кімде-кім көршісіне жақсылық жасаса, мадақталады. Осы жерде юкрам мәнмен мәжзум болып тұр, юхмад мәнмен мәжзум болып тұр. ومن يذاكر ينجح. Кім сабағын қайталаса, имтиханнан өтеді. وقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. Кімде-кім кішкентай шаңның тозаңдай жақсылық жасайтын болса, яра, оны көреді. Мына жақта яъмал мәннің фи'лі, яра жауабы. ومثال мәнің мысалы ما تصنع تجزى به. تجزى سكون بين تجزى به. Не істесең соның жазасын аласың. Не істесең соның жазасын аласың. Жақсылық істесең жақсы жазасын аласың, жамандық істесең жаман жазасын аласың. ما تصنع не істесең تجزى به соның жазасын аласың. ما تقرأ تستفيد منه. Не оқысаң содан пайда аласың дейді. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. Құрандағы Наяқта тунфиқу фи'л мәннің себебімен мәжзум болып тұр, нун құлап қалған. Юаффа мәннің себебімен мәжзум болып тұр, наяқта харфу илля құлап қалған. Мисалу ай
қай дегенді білдіреді. Бағана айттық біз бұл муараб, яғни бұл айюн, айян, айин болып өзгеруі мүмкін. Мысалы, айя китабин тақра, қай кітапты оқысаң да тастафид минху, одан пайда аласың. Айямма тад'у фалахул асмаул хусна. Қай есіммен Алла тағалаға дұға етсеңдер де барлық көркем есімдер Аллаға тән деген кезде айямма тад'у бұл фи'лу шарт, фалаху ал асмаул хусна дегеніміз бұл міне бағана айтқан мысал, бұл сөйлем фи махалли жазм, бұл фи махалли жазм. Мына жақта бізде негізі етістік келу керек еді ғой, бірақ мына жақта етістік жоқ қой, көрдіңіздер ғой, иә? То есть міне фи'лу шарт келіп тұр, мәнің етістігі, жауабы келіп тұрған жоқ, жауабында етістік жоқ. Сол себепті мынау сөйлемнің өзін иғраптап аласыздар да бірінші, содан кейін осы сөйлемнің барлығы фи махалли жазм деп атайсыздар. Өйткені мынадан кейін мынау паровоздың басы болса екі етістік келу керек міндетті түрде, екеуі де жазм болып келу керек. Бірінші етістігі тұр, нормально, проблема жоқ. Екіншісі етістігі жоқ, оның орнына басқа бір нәрсе келіп отырып алған екен, соны айтасыздар. Бұл сөйлеміміз біздің мынау жазмның орнында тұр дейсіздер. То есть фалахуды иғраптап алғаннан кейін фи махалли жазм, фи махалли жазм, жазмның орнында келіп тұр деп иғраптайсыздар. Махалмен иғраптауды иншалла болашақта жақсылап өтеміз, толықтаймыз. Ва мисалу мата, қашан дегенді білдіреді. Мысалы, мата талтафит иля ваджибик танал рида раббик. Өз міндетіңе қашан көңіл бөлсең, көңіл аударсаң, Раббыңның ризалығына қол жеткізесің дейді. Шөре талтафит матаның фи'лі, танал жауабы. Ва қаул шаир ана ибнул жала ва таллау саная мата адa'ил имамата ta'rifuni дейді. Бұл өлеңнің мағынасы Ибнул жала деген сөз мынау танымал, көрікті, бәрі білетін деген сияқты. Сонда ана ибнул жала деген мен көрікті адаммын. Арабтада көбінесе ибн деген немесе бинт деген сияқты сөзді қолданады. Бірақ оның мағынасы баласы деген сияқты емес. Мысалы, ана ибну тис санават, мысалы мен 9 жастамын деген кезде 9-дың баласының деген сөз емес. Мен 9 жастамын деп сондай қолдану бар. Сол сияқты мына жақта ибн деген мен танымал адамның баласымын деген сияқты мағынамен келіп тұрған жоқ. Мен танымалмын деп өзін айтып тұр. Мен танымалмын. Көрген адам таниды мені. Ва таллау саная дейді. Саная деген сөз мына таулардағы қиын жолдар болды ғой тауда, мысалы. Бүйтіп айналып көтерілетін, жаңағы тау таспен, бұтақпен көтерілетін қиын жолдарды саная дейді. Сонда мына кісі айтып жатыр, шаир айтып жатыр. Мен танымал адаммын. Ва таллау саная дейді. Және де таудағы қиын орындармен мен көтеріле аламын дейді жоғары қарай. Енді ары қарай айтады. Мата адa'ил имамата дейді. Басыма имамамды кисем, басыма сәлдемді кисем. Имама деген сөз біреу сәлде, бірақ мағынасы соғысқа келетін сәлде. Соғысқа келетін сәлдемді кисем, ta'rifuni, мені танисыңдар дейді. Мата, осы жерде бізде ада. Мынау матаның себебінен сукун болып тұр, бірақ та мынау екі сукун кездесу себепті кәсір қабылдап қалған. Мата ада'i ал-имамата ta'rifuni. Ta'rifuni дегеніміз негізі нун болу керек, негізі ta'rifunani болу керек. Бірақ мынау нун түсіп қалған, өйткені мата мынау етістікпен мынау етістікті жазым қылдырып тұр. Мынау өлеңнің мағынасы мен танымал адаммын. Тау сияқты таудағы қиын жолдармен көтеріліп кете аламын спокойно. Ешқандай қиындықты, в общем, көрмеймін мен. Любой қиындықты шешем дейді. Және де мен танымай тұрсаңдар, мен қазір басыма жаңағы сәлемді киін, батырлық. Соғысқа шыққан кезде, сол кезде танисыңдар мен дейді. То есть, түсінесіздер ғой? Қазір мен мүмкін шапкасыз танымай тұрған шығарсыздар. Бірақ мен қазір басыма сәлемді, яғни дулығамды кисем болды, бірден танисыңдар менің кім екенім деп мақтанып тұр. Ва мисалу айяна. Айянаның мысалы айяна талқани укримка. Қашан мені кездестірсең, жолықтырсаң, укримка, мен саған жомарттық жасаймын дейді. Қаулы шаир, сонымен қатар бір ақынның мынандай сөз бар. Фа айяна ма та'дил бихи риху танзили. Негізі танзил. Бұл өлең негізі башағында мысал келтірілген, то есть бір кішкентай арық, лақ, бір жазық далаға тастай салсаң, ол соншалықты әлсіз дейді, что айяна ма та'дил бихи риху дейді. Қашан бір жел үрсе, тәнзил, құлап қалады дейді. Бұл жалпы ол өлеңде лақты мысал келтіріп тұрған жоқ, негізі адамды айтып отыр. Адам әлсіз болмау керек дейді. Егер адам әлсіз болатын болса, қандай жел үрсе де құлап қалады. То есть өмірде қандай да бір қиындық келсе сынып қалады, сондай болмау керек деген сияқты соған келтірген бұл өлең негізі. Сонда просто ол жерде адамды әлсіз, жаңағы мінезі әлсіз адамды, жаңағы әлсіз кішкентай лаққа теңеген. Жаңағы лақты жазық далаға тастай салсаң, соншалықты ол әлсіз дейді, что оған кішкентай жел үрсе болды, құлап қалады дейді. Сонда қашан ta'dil bihi, қашан жаңағы жел бүйтіп үретін болса, риху, оған қарай жел бұратын болса, тәнзил, ол құлап қалады дейді. Жалпы бізге оның мағынасы емес, бізге керегі айяна ta'dilді фи'лі шарт болып тұр, тәнзил жауабы шарт болып тұр. Мисалу айнама.
Енді қайда деген сияқты мекенді білдіретін харфқа мысал келтірсек, қаулука, сен былай дейсің. Айнама татаваджах талқа садиқан. Қайда бет бұрсаң да дос кездестіресің, иә? Татаваджах фи'лун мудари' majzum би айнама, талқа фи'лун мудари' majzum би айнама. Бұл жерде харфу илла құлап қалған. Ары қарай. Ва қаулу та'ала айнама юваджиху ла яти би хайр. Қайда бағыттаса да жақсылықпен келмейді деген кезде юваджиху бұл фи'л шарт, ла яти бұл жерде енді бұлымыз біздің неге фи махалли мен ярапталады, фи махалли жазым болады, иә? Ва айнама такуну юдриккумул маут деген кезде такуну қайда болсаңдар да өлім сендерге кездестіреді, жолықтырады. Яғни өлесіңдерге мағынасы өлімнен қашып құтыламайсың деген сияқты аят қой. Сонда айнамадан кейін такуну фи'лун мудари' majzum би айнама нун құлап қалған, юдриккумул маут деген кезде екінші етістігіміз біздің сукунмен majzum болып тұр. Хайсумаға мысал келтірсек, хайсума тоже мекенді білдіреді, яғни хайсума тастақим юқаддир лакаллаху наджахан фи ғабирил азман дейді. Қайда жүрсең де, қайда болсаң да дұрыс жүрсең, Алла Тағала саған тағдырыңа наджах, сәттілікті, табысты тағдырыңа жазып береді дейді. Фи ғабирил азман деген сөз барлық кезде деген сөз. Барлық кезде, қай уақытта болсын. То есть сол бұрынғы кездегі ғана ғой деген сияқты емес, немесе келер шақта ғана ғой емес, кез келген уақытта деген сөз. Барлық ғабирил азман, барлық уақытта дұрыс жүрсең болды, Алла Тағала саған жетістікті, табысты береді дейді. Тастақим деген сөз истиқамадан шығады. Негізі истиқама деген өте маңызды. Сол үшін біз ихдина сиратал мустақим деп сұраймыз. Истиқам, то есть тура жол, ауытқымайтын жол, қисаймайтын жол, аяғын нық басатын жол деген сияқты. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, бір адамға насихат айтқан кезде, "Қул ла илаха иллаллах сумма истақим" дейді. Ла илаха иллаллах деп айтса, сумма истақим, сол нәрседе тура жүр, аяғың ауытқымасын деген сияқты. Истиқама деген бұл шариғатта өте маңызды нәрселердің бірі. Ва мисалу кайфама қаулука кайфама такунил умма якунил ула. Үммет қалай болса, басшылар солай болады дейді. Үммет қалай болса, басшылар солай болады. Сонда бұл кайфамыз біздің қалай халді білдіріп тұрады. Халық, адамдар өздері қалай болса, басшылар солай болады дейді. Сол жерде бізде такунымыз біздің фи'л шарт, якун жауабы шарт болып тұр. Екеуі де кайфаманың себебінен мәжзум болып тұр. Біз бағана айтқанымыздай кайфамадан кейін көбінесе осы кананың етістіктерінен жасалады. Такун, якун, такуну, якуну деген сияқты. Кайфама такун ниятук якун савабуллахи лак. Ниетің қандай болса, Алланың саған деген сауабы сондай болады дейді. Ниетің қандай болса, Алланың саған деген сауабы сондай болады. Ниеттеріңізді түзеп отырыңыздар әр кезде. Білім алғанда да болсын, кез келген нәрсені істеген кезде ниетті түзеп отыру өте маңызды. Кейбір адамдар бір құлшылық іс немесе басқа істеген кезде ниетінің арқасында сол құлшылықтан көп сауап алып шығуы мүмкін. Ниетінің арқасында сол құлшылықтан нөлмен шығуы мүмкін. Просто заратқа жасап шығуы да мүмкін, оның барлығы ниетке байланысты. ويزاد على هذه الأسماء التسعة осы 9 есімге сонымен қатар идан фи ши'r, жаңағы ши'рда өлеңде ида деген қосылады дейді. Енді бұл мәтін бойынша айтып тұр, бірақ бізге бұл қатты керек емес. Кама қала ал-муаллиф, автор айтқанындай дейді. وذلك ضرورة, ол дарура. Дарура деген сөз еріксіз жасалған нәрсе деген сөз. Дарура. Зарулік жағдай. Ши'рда, то есть өлеңде сөйтіп келгендіктен ақындар сөйтіп кейде жасайды дейді. Бірақ ол араб тілінің сөйлеу грамматикасына жатпайды. Жай сөзде қолданылмайды деген сөз. Наху қаули шаир, бір ақын былай деген: "Истагни ма агнака раббука бил гина, фа иза тусибка хасасатун фатажаммали" дейді. Истагни ма агнака раббука бил гина дейді. Алланың саған берген байлығынан қанша берген болса, Алла Тағала саған байлығынан қанша берген болса, немесе Алла Тағала байлық берген болса, истагни, сонымен шектел. Одан артық сұрап кетпе деп жалпы истагни деген мағынасы сонымен қанағат ет, соны қанағат тұт дейді. Фа иза тусибка хасасатун дейді. Егер де саған қандай да бір қиындық келіп қалса, фатажаммал, онда жақсы түрде, әдемі түрде сабыр сақта дейді. Алла Тағала саған қандай да бір байлық берген болса, сен соған қанағат тұт. Ал егер де саған хасаса, қиындық келіп қалса, онда әдемі түрде сабырлық сақта. Осы жерде ида, міне мынау идамыз біздің тусибканы мәжзум қылып тұр, тажаммалды мәжзум қылдырып тұр, иә. Бұл осыған екі мысал. Бірақ бұл ши'рда ғана, өлеңде ғана, сол себепті сіздер мына жерін бөлектеп қойсаңыздар болады, белгілеп. Әмма нау ат-талис, үшінші түріне келер болсақ, ва хуа ма ихтилафа фи аннаху исм ау харф. Оның харф па, зат есім ба, сол нәрседе ихтилаф болған үшінші түріне келсек, вал асаху аннаху харф, және ғұламалардың басым көпшілігі оны харф деген үшінші бөлімі, фазалика харфун вахид, ол жалғыз ғана харф, ол изма. Біз оны бағана уже харфқа жатқызып қойдық. Ва мисалуху қаулу шаир, бұның мысалы ақын былай дейді:
Wa innaka idma ta'ti bima anta amirun bih tulfi man yahu ta'muru atiyan дейді. Бұл сөйлемнің мағынасын түсіну үшін кішкене ашыңқырап біраз нәрсе жазу керек, бірақ та мен сізге просто қысқаша айтып кететін болсам, егер де сен өзің бұйырып жатқан нәрсені істейтін болсаң дейді, егер де сен өзің бұйырып жатқан нәрсені істейтін болсаң, тәти бих дейді, тәти бих. Егер де сен өзің жаңағы бұйырып жатқан нәрсені істейтін болсаң, тульфи адамдарды көресің, мән ияху ta'муру атиян дейді. Өзің сол бұйырып жатқан адамдардың сол нәрсені істегенін көресің дейді. Өлеңнің мағынасы, егер сен өзің бұйырып тұрған нәрсені өзің істейтін болсаң, сен кімге соны істе деп айтып жатсың, олардың да соны істеп жатқанын көресің дейді. Мағынасы адамдарға сөзбен емес, ісіңмен уағыз айт деген сөз ғой бұл жердегі мағынасы. Сол жерде бізде идма тәти фи'л мудари' мәжзум би изма, мына яғлап қалған мәжзум болып тұр. Ма анта амирун би тульфи жауап болып тұр мынаның. Мына жерге дейін сөйлеміміз біздің бір сөйлем, одан кейін екінші сөйлем, иә. Егер де сен өзің бұйырып жатқан нәрсені істейтін болсаң, кімге бұйырып жатсың, сол адамдардың соны істеп жатқанын тульфи көресің дейді міне жауабы. Көрдіңіздер ғой? Фи'л шарт пен жауап шарт осылай жүреді. وأما النوع الرابع төртінші түріне келер болсақ, وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف. Оның харф па зат есім ба екенінде ихтилаф болған төртінші бөлім. والأصح أنه اسم, және дұрысырақ то, что ол зат есім дейді. فذلك كلمة واحدة, ол да жалғыз бір сөз, ол мәхмә. Бағана айтқанымыздай осы мәхмәда ихтилаф бар ғалымдардың ортасында. Бірақ біз бұны бірден зат есімдерге жатқыздық, өйткені ғалымдардың басым көпшілігі оны зат есім деген. ومثالها قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين деген кезде мәхмәден кейін تأتنا فعل مضارع مجزوم بمهما, яқты تأتي былай келіп тұр. تأتي кәсірімен соңында я болған, оқылап қалған мәхмәнің себебін. Ал енді мына жердегі мынау сөйлемдердің барлығы бұл фи махалли жазм. Бұл жерде екінші жауабы жоқ, мына ненің фи'л шарттың жауабы жоқ, сол себептен мынаның барлығы фи махалли жазм болады. Мынау тәтинаның жауабы қай жерде дейтін болсаңыздар, фәні іздейсіздер. Фәға жерде тұрады, сол болады. Фәмә нахну лака би муъминин деген кезде мынау міне жауабы шарт. Бірақ бұл жерде етістік жоқ. Біз бұны иғрапты, сөйлемді иғраптаймыз, яғни мә, анау, нахну мынаны иғраптап келгеннен кейін уәл джумля фи махалли жазм дейміз. Өйткені мәхмәден кейін бұл паровоздың басы екі вагоны бар. Бірінші вагонында етістігі тұр, дұрыс. Екінші вагонда мыналар келіп отырып алған екен, бұлар айтамыз, бұлардың барлығы ол мынандай сөйлем, олар жазм деген вагонның ішіне отырып алған деп түсіндіреміз. Вақаули шаир, сонымен қатар бір ақын былай деген. Ва иннака махма туъти батнака су'лаху. Егер де сен дейді ішіңнің сұрағанын су'лаху, ішіңнің сұрағанын беретін болсаң, ва фарджака, және де ұятты жеріңнің, ішіңмен ұятты жеріңнің сұрағанын бере беретін болсаң, нәлә мунтаха замми ажмаа дейді. Зам деген сөз адамдардың жамандауы, былапыт сөз айтуы, жамандауы. Барлық былапыт сөздің ең шегіндегі осы жаман сөз дегеннің барлығын не істейді? Нәлә дейді, алып береді саған дейді. То есть қараңыздар, бұл өлеңнің мағынасы. Егер де сен ішіңмен жаңағыдай ұятты жеріңнің сұраған нәрсесін бере беретін болсаң, ол сұрады, берді болатын болса, сен дейді жаманшылық атаулының барлығының ең шетінің барлығын саған осы екеуі нәлі жинап береді дейді. Сонда иннака махма туъти, бұл фи'лу шарт, батнака су'лаху ва фарджака нәлі дегеніміз бұл уже мынау өткен шақпен келіп тұр, мынаның жауабы болып тұр. Иғраптаған кезде фи'лун мади мабни деп жаңағы иғраптап келіп, содан кейін фи махалли жазм дейміз. Өйткені мынау жазмның орны, мынаның жауабы бұл. Сен мынаны істесең, мынау болады деген сияқты. Байқағандарыңыздай, бұл жерде бір-екі сөйлем бізде жаңағыдай махалмен келді, бірақ біз махалмен иғраптауды болашақта иншалла өтеміз, мен сіздерге түсіндіремін. Енді үй жұмыстарын алатын болсақ, мынаны өздеріңіз үшін жасаңыздар. Мынаны ішіндегі сөйлемдерді, етістіктерді табасыздар, қайсы марфу болып тұр, қайсы мансуб, қалай мансуб, қалай мәжзум, соны жалпы иғраптап өздеріңіз үшін танысасыздар. Содан кейін мынаны да жасасаңыздар болады. Сұрақтарға келетін болсақ, мына бірінші сұрақ керек. Екінші сұрақта былай дейсіздер. Бәйін әл-әсма, зат есімдерді анықта, уәл хуруф, және харфтарды анықта. Минәл жауазим әлләти ежзиму фи'лайни, етістіктерді жазым қылдыратын зат есімдер мен харфтарды анықта дейді. Айтып бер дейді. То есть мына жерде өшіре салыңыздар, өйткені әл-муттафақ аля исмиятиха, әл-муттафақ аля харфиятиха деп жазған, бұл керек емес. Просто мынандай екі харф бар, ол екі етістікті жазым қылдырады. Мынандай зат есімдер бар, олар екі етістікті жазым қылдырады деп бөліп айтуларыңыз керек.
және мына үшінші тапсырма керек емес. Сонымен қатар мына жерде кішкентай схема бар, бұнда да өздеріңіз көз жүгіртіп қарап таныссаңыздар болады. Құрметті бауырлар, міне біз осымен 108-ші бетке келген екенбіз. Осымен кітаптың былайша айтқан кезде тең жартысына келдік. Осы жерге дейін біз не өттік? Осы жерге дейін біз барлық харфтардың мәбни екенін өттік. Өткен шақ пен бұйрық райының барлығы мәбни екенін өттік. Осы келер шақ етістігінің екі жағдайда нундар қосылған кезде, нун таукид пен нисба қосылған кезде мәбни екенін өттік. Еш нәрсе алдынан келмесе марфу болатынын өттік. Алдынан біз өткен дәрісте өткен насыптар келетін болса, мансуб болатын өттік, және бүгінгі дәрісте келген харфтар мен есімдер келетін болса, мәжзум болатын өттік. Осымен біз осы бүгінге дейін не нәрсені алдық? Харфты алдық толығымен, фе'лді алдық толығымен, енді бізде исм ғана қалды. Харфтың барлығы талқыланды, мәбни, фе'лдің барлығы талқыланды осы жерге келген кезде. Олардың мәбни түрлері, өткен шақ пен бұйрық райы, му'раб түрлері, мударихтары. Ол му'рабтардың үш түрі талқыланды. Марфу болады, еш нәрсе алдынан келмесе, мансуб болады, алдынан өткен дәрістегі навасыптар келсе, мәжзум болады, егер алдынан бүгінгі біз өткен жәзімдер келетін болса. Осымен біз наху ілімінің 3-тен 2-сін бітірдік. Бізде бірақ қана бөлім қалды, ол зат есім. Зат есімдер қай жерде марфу болады, қай жерде мансуб болады, қай жерде мәжзум болады, және де тәуәби деген тақырып. Міне осы нәрсеге біз Алла қаласа келесі сабақтан ары қарай енді тек қана осы зат есімдермен айналысамыз. هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك